Бүгінгі сериямызды біз ерекше балаларға арнаймыз. Қатты дыбыс шығарады, бірақ бұл қауіпті емес деп. Инклюзивті білім беру бұл сіздің балаңыздың қауіпсіз, қолайлы ортада білім беру үшін ұйымдастырылған тек қана мемлекеттік бағдарлама емес, ол бізбен сіздің ортақ жауапкершілігіміз. Соғуға, мазақ етуге, сен неге сөйлемейсің? Балалардың ерекше балаға эмоциясын, қарым-қатынасын жақсартатын әдістердің бірі. Аутизм спектрі бар балаларға өте тиімді, жарықтан қорқады. Пресіз режим. Мамандар дабыл қағуда бұл қалыпты жағдай болып қалады. Әрбір семьяда осындай балалар болуы қалыпты болып қалады дейді болашақта. Балада қаншалықты балабақшадан кейін ортада өзін ұстау дағдылары қалыптасқан. Тағы ерекше бала жалпы сыныптың академиялық деңгейіне қалай әсер етеді? Сынып жетекшілердің үлгермеушілігі, педагог ассистенті қажет ететін ерекше балалар. Мен ата-ананың бір ойларын қиылыспай қалатын кездер болады. Ата-аналардың уайымдары көп болады. Баланы мектеп қалай қабылдайды, өзге мұғалімдер қалай қабылдайды, өзге оқушылар қалай қабылдайды деген сияқты. Кейбір жағдайлар болады ғой, ата-ана жасырып қалатын. Бар. Сынып жетекшіден қайта күнбе күн мен балам қалай отырды деген сияқты сұрақтармен мазаласам, мысалы қиын ата-ана сияқты көрінбейін ба деген сияқты. Бірінші сыныпты көбінесе жаңа ПМПК тіркелмей барады да, бала босқа өткізеді, тьюторсыз. Осы ассистент тьютордың алу өзінің заңнамасы 10 күндік акция аясы ретінде жаңа ерекше балаларға көмектескіміз келеді. Мемлекеттің тарапынан төленеді, яғни ата-аналардан қосымша ақы талап етілмейді. Қосымша ассистент, тьютор деп жатыр ғой. Соны мысалға мектептің несіне жүгінбей басқа өзі алып келуге бола ма? Қорытындысында сол нақты жазылған болу керек па? Мектепте сондай жағдайлар болды ма? Ерекше баланың тарапынан сондай бір агрессивный мінез құлықтар. Мұғалім өзінен жаңа барлық ответственностьті алып тастап, тьюторға асырып тастайды. Жаңағы ата-аналар болады ғой. Не істерін білмейді. Менің балам мынандай деп жаңағыдай стресске, түскіндікке түсіп кеткен. Ерекше баламен жүрген ана көбінесе баланың сол ортаға қалыптасуын, сіңіп кетуіне, ұйықтамастан неше түрлі мамандарға апарып жүрген аналарға, батыр аналар